Әбден сарғайып ластанып кеткен қазанымызды әділетсіз, химикатсыз бір тәсілмен үй жағдайында жуып алатын боламыз. Ол үшін бізге жай ғана кір сабынмен қырғыш керек болады. Суға бір жуып алып, міне осылай етіп жасап шығасыздар. Қараңыздар, қырғыштың көмегімен жай ғана осылай ысқылап шығатын болсаңыздар, жеткілікті. Ең бастысы химикатқа батпай, қолыңыз күймей, жай ғана осылай ысқылап шықсаңыздар болды. Мен өзім бұрыннан бері осы тәсілді қолданамын, үнемі жылтырап шығады. Сіз өзіңіз қазан жуатын кезде қай тәсілді қолданасыз? Бәрімізге өте оңай болып кетті ғой. Әділет шашып қой, 5 минут күтіп, ары қарай бір рет қырғып алсаңыздар тап-таза болып шығады деп жүрген қыздарға жай ғана ол барлық химикат, оның үстіне қолымызды күйеді. Сол үшін осы өзіміздің үнемі қолданып жүрген сабынмен жуған тәсіл өте өздеріңізге арзан түседі және оңай түседі. Қазанды бір шайып алып, тағы да екінші рет осылай қырып шықсаңыздар тап-таза болып шығады. Қыздар, міндетті түрде жасап көріңіздер, қараңыздаршы, жай ғана қырғыштың сабынның көмегімен қандай керемет болып кетіп жатыр. Тағы да көздеріңіз жетуі үшін осындай қақпағында жуып көрсеттім. Қыздар, қараңыздаршы, кәдімгідей көпіріп барлығы кетіп жатыр. Жасап көріңіздер. Айтпақшы, қыздар, алюминий ыдыстарды осы жууға болады, оларды жылтырап шығады. Жасап көріңіздер. Маған тіркеліп лайк бас комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар.